Құрметті оқырман, еңілік кетіп жатыр, жүгін жинап, қыздың жүгін жинап. Чемоданымды алмаймын. Иә, енді жоба қатысушы емес. Маған жазыңды. Көңіл күйіңіз, ешкім күтпей қалып, қатысушылардың бәрі негізі басқа адамдарды айтқан. Ағар келеді, ешкімге айтқан жоқпын. Бірақ енді анда-мында келіп тұрады, мерекенің кезінде деген сияқты. Айтқан жоқ. Екі басты айлықаймыз енді, бірақ басты болып қалады. Бүгін сағат 5-те басталады эфиріміз, өйткені техникалық өзгеріске байланысты кеш болғалы жатыр, бірақ біз эфирге дайынбыз, міндетті түрде көріңіздер. Мариям туған күннен келе салған сияқты. Қалайсыз, Мариям, көңіл күйіңіз қалай? Туған күніңіз қалай өтті? Туған күнім өзіме өте қатынады. Иә. Прям ойымдадан да керемет өткен болды. Алдыңғы жолы Ренат мырза айтты, қателеспесем, Мариям ренжіп қалған сияқты, келмей жатыр деп. Сізде реніш болды ма қатысушыларға? Иә, бір-екі адамдарға ғана ренішім болды. И олар өздеріне де айттым, бірақ олардікі енді уважительная причина болды. Сәкен қақшы деп қайдалдым. Бірақ бәрін шақырдыңыз ба? Главное, шақырдым. Келмеген енді өздері маған. Иә, бастысы сізге көңіліңізден шықты, өзіңізге ұнады. Енді сырттағы бүкіл достарым келгеніне, бүкіл солар туған күндерінде ғой. Барып мен ойлағаннан да керемет қылып өткеніне, оларға да ұнағанына мен солар қуаныштымын. Иә. Самый главный ата-анама керемет сыйлық бердім, сол сыйлыққа қуаныштымын. Солай. Жансая кеше Ренат мырзамен контент түсіруді бастап кетті. Иә, қолға алайын деп шештім. Негізі Гүлжаймен контент жақсы өтеді, өзі жақсы екеуміз тату. Бірақ сіз сол нәрсеге ренжіген едіңіз. Неге? Неге мені контент үшін пайдаланады, Ренат? Жоқ, андай сағынышым, махаббатым деген ұнамайды. А былай дружеский можно, конечно, совместно дружеский. Ескі видеоларды салған ұнамайды, сағынышым деп. Ғашықпын, махаббаттан жылап жүрмін деп айтқан ұнамай ма? Нақты біліп алдым, сезім бар ма деп едім, жоқ деді. Енді түсіруге болады. Сезімі қайтадан ашылып кетеді деп қорықпайсыз ба? Оның проблемасы. Енді ашылып кетсе де сізге бәрібір, Ол деген маған енді бәрібір. Ернардың көңіл күйі қалай екен? Керемет. Иә, Ернардың басы бос. Басым бос. Жаным дейтін қыз жоқ енді. Жоқ енді. Ена сәлем, жан сатқан ғой. Сіз не дейсіз? Адам жоқ. Жақсы қарлығаш өзің дейсіз ба? Иә, жақсы қарлығаш өзің қалайсың деген. Әлде жақсы жаным қарлығаш өзің дейсіз? Ой, деп айтпаймын ғой мен. Өз айтпайсыз. Бүгін Ернар мен Саддәулет бірдей киініп алыпты. Сол біз айтып жатырмыз. Екеуі шал демеңіз, ағасы деңіз деп айтты ғой сізге. Ағасы кірлемесін, көлемін жағасы дейміз. Жоқ, мейірім. Нақабын қара. Ернар деген күшті киінетін еді, Саддәулет жандарым шалып кетті. Ылғи костюммен жүретін жігіт еді ғой, не істеді? Депутат жүретін қазақ қойды ғой, не болды, төлері. Болды, байкот. Өзің жүр. Мен айтам, екеуіңіз ақ пен қара болып періштемен біреу сияқты болып жүр. Бұл өмір ғой, өмір. Ақ пен қара. Қара жолға түскен кезде Ай, артын көрсетейін. Осындай киім, не деген киім мәсаған. Сіздің көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өзіңіз. Үміткеріңіз сонымен? Қазір эфирде айтамыз. Бүгін таныс туралы айтасыздар ма? Иә. Үміткеріңіз бар болғаныма шүкір деп қалдыңыз ба кеше? Неге? Бір қыздар сезімін айтқанда. Жоқ. Ол да бір қазақтың керемет қыз емес пе? Мен сол сіз сөйтіп ойлап қалды ма деп. Жоқ. Әрбір қыз бақытты болғанын айтқан. Онда шақырсаңызшы кейін үміткеріңіз қайтып Өзіңіз жатса. шақырыңыз оны. Қайтып жатса, бір бақытты қылмадыңыз ба? Өзіңізге бұйырсын. Ернар екеуіңіздің ортаңызға бір ортақ қыздар тап бола берді ма, әлде қалай? Болды, достығымыз сыналып жатқан секілдіміз. Солай ма? Солай. Давайте, эфир көріңіздер. Иә, 17:00-де. Жалып айтып үлгіріп жатыр ғой Мадина деген. Фархатқа жалып айтып жатыр, келіп мені ұрды деп. Кім ұрды? Әлшер ма? Ренат. Бүйтіп жүреді ғой. Солай. Гүлжай,
Бжайдың. Бжай атат. Қатман қалмайды ғой. Құйыршық ұқсап. Бізде ерекше шу болады осындай кеш басталған күндері. Солай. Бүгін деймін да мен сториске екі адамды бір сториске түсіріп жатырмын. Екі адам бір бүтін болып. Сүйіп тұрмыз ба? Эконом жасап Эконом, иә. Көңіл күйлеріңіз қалай? керемет. Сіз не сөйлеу құқығынан айырылған жоқсыз ба? Мен абьюзермін ғой. Бар ойлайды мынаны. Мен абьюзермін негізі. Хотя бы историяда сөйлесін деген. Сіз қайда шығып кеткеннен кейін өзгеріп кеттіңіз, иә? Көп сөйлейтін болып кеттіңіз. Мен ба негізі көп сөйлеймін ғой. Мен просто эфирда ұяламын ба бірдеңе. Ынжықпын сондай. Қандай? Сондай деймін. Сіз қасыңызда отырғанда айтсаңызшы, мен айтпаймын, мына пікірді сен айт деп. Жоқ, мен ұяламын шын мен білмеймін не екен. Именно пікір айтатын кез қатты қобалжимын да, оны миымда мың рет айландырып дұрыс айтам ба дұрыс емес па. Бәрі жақсы, иә, сіздерде? Солай. Кім сөйлесе де, главный бірге жүрсеңіздер болды ғой, Жоқ енді мен Барлықтарыңызға қайырлы кеш деп айтсақ та болады. Бүгінгі біздің эфир қазір 5-те басталатын болады. Бүгінгі эфирді көру үшін біздің осы жерде сілтемеге өтіп, эфирді құраласыздар. Яғни бүгінгі күнде кім жобадан кетеді, соны бәріміз бірге білетін боламыз. Жанат мырза, бүгін жобадан кім кетеді деп ойлайсыз? Менің ойымша енді негізі өзім ойымда бір қыз, бір ұл бар негізі. Бірақ бүгін жобадан кететін елдар сияқты. Елдар сияқты. Мен ойым солай. Өйткені неге десең, негізі енді жоба қатысушысы ғой. Жоба қатысушы болғасын өзіне міндеттелген нені дұрыс орындамай жүрген сол елдар кететін сияқты деп ойлаймын. Жоқ, ауыр жүрген жоқ, Чемпионат қаласында жүр. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, енді Айбат өзі кеткім келеді деп айтқанда, может быть, Айбат шығар. Солай. Елдар. Айбат келеді. Елдар. Айбат келеді. Айбат. Екеуін де көреміз, білмеймін, мүмкін тіпті. Қыз шығар вообще. Иә, біз күтпеген, сіздер күтпеген жан шығар. Мүмкін біз де шығармыз. Мүмкін біз шығармыз, арасында біз білмейміз. Мүмкін ағырке шығар, тұрмысқа тезірек шықпай жатыр деп. Біз мұқтаж адамыз ғой, біз шығармай шығар деп ойлаймын. Тұрмысқа шықпай жатыр, Ағырке осыны керек емес деп жатқанша. Әсем мен Расул да студияда. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін жобадан кім кетеді деп ойлайсыз? Расул кетеді деп ойлаймын. Расул? Неге? Расул кетсе сіз қаласыз ба? Үміткер болып келіп тұрса? Кеп тұрады ғой. Сіз кетіп тұрасыз. Сіз ше, Әсем кетіп қалса? Бәрібір кеп тұрады. Менімен бірге шығады. 30 секунд қалды, 30 секунд. Менімен бірге шығады деді, көрдіңіз ба? Шығыңыз. Мен кетсем сен отырасыз, сен шықсаң мен де шығамын. Не деген әділеттілік? Иә. Сіз Расул кетеді деп ойлайсыз, сіз кім кетеді деп ойлайсыз? Әсем кетеді деп ойлаймын. Әсем кетпейді ау? Жоқ, келмей жүрген адамдар. Елдар шығар. Солай, қазір көреміз, міндетті эфир көріңіздер. Айдана, сіз қалай ойлайсыз, бүгін жобадан кім кетеді? Мен білмеймін. Ойламадым оны. Неге ойламадың? Элдар деп ойладым кеше. Элдарды ойладым негізі. Кімнің кеткенін қалайтын едіңіз сізге мүмкіндік берілсе? Әр әзілде бір шындық бар деген ғой. Жәнібек мырза, сізге сұрақ қостау қалдыңыз, иә? Сізге сұрақ, бүгін жобадан кім кетеді деп ойлайсыз? Білмедім, шынын айтайын. Мысалы, Жәнібек мырза кетеді деп жатыр. Кетсін деп жатыр. Кетпейінші, алып қалыңдаршы. Мен ойлаймын, Айбат шығар енді. Кім айтты деп ойлайсыз, Жәнібек мырза кетсін деп? Нұрай айтты ма? Білесің ғой? Жоқ, ешкім айтты. Нұрайдың саған деп. Жоқ қойғанша. Айыр, сіз кім кетеді деп ойлайсыз? Сол Айбат мырза шығар, енді ол кісі келмеген екен ғой. Сіз кім кетеді деп ойлайсыз? Қатысушылардың біреуі ұзағынан отырған біреуі кетеді ғой. Әлде кімнің кеткенін қалайсыз? Мен ойлап тұрмын. Зарина кетіп қалуы мүмкін, Жансая кетіп қалуы мүмкін, или Аягөз. Ұялып отырсыз ба? Неде? Қызарып кеттіңіз. Жоқ, мына нелердің бәрі. Светтен. Қызарып кеткенсіз ғой. Құрметті оқырман, еңілік кетіп жатыр, жүгін жинап, қыздың жүгін жинап. Чемоданымды алып Иә, енді жоба қатысушы емес. жазыңыздар. Маған жазыңдар. Жазыма десең.
көңіл кеңес ешкім күтпей қалды, қатысушылардың бәрі негізі басқа адамдар да айтқан. ағар келеді ешкімге айтқан жоқпын өз қандай Бірақ енді анда мында келіп тұрады мерекенің кезінде деген сияқты. айтқан жоқ. Екі басты айлық қараймыз енді, бірақ басты болып қалады. Солай. Жобамен қоштасатын